Астанадағы қорқынышты жол апаты. Ауруханаға түскен жұмысшының жағдайы белгілі болды. Ер адам ауыр жарақат алмаған. Астананың сол жағалауында жол жөндеп жатқан кезде көлік қаққан жұмысшылардың бірі үйінде емделетін болды. Бүгін түнде елорданың сол жағалауында Сарайшық көпірінде жол жөндеп келе жатқан екі жұмысшыны автокөлік қағып кеткен еді. Салдарынан бір жұмысшы оқиға орнында қаза тауып, екіншісі ауруханаға жеткізілді. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының ақпаратынша, ауруханаға түскен ер адам ауыр жарақат алмаған. Қазір үйіне амбулаториялық емге жіберілген. Сарайшық көшесінде болған жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен ер адам жедел жәрдем қызметімен нөмір 2 көпсалалы қалалық ауруханаға жеткізілді. Қабылдау бөлімінде оны бейінді мамандар қарап шықты. Ауыр жарақат белгілері анықталмағандықтан пациент амбулаториялық ем қабылдау үшін тұрғылықты жері бойынша жіберілді. Жалпы жағдайы тұрақты дейді хабарламада.